Бүгінгі таңда Иранда 47 Қазақстан азаматы, Израильде 163, Қатарда 3000-нан астам, Біріккен Араб Әмірліктерінде 4000-нан астам, Сауд Арабиясы корольдігінде шамамен 1800 Қазақстан азаматтары бар. Аталған елдердегі азаматтармен тұрақты түрде байланыс бар және жағдайдың дамуына қарай қажетті ұсынымдар берілуде. Министрлік уәкілетті органдармен бірлесе азаматтарымыз үшін эвакуациялық рейстерді пысықтады. Бүгінгі күнге дейін шиеленіс аймақтарынан 946 азаматымыз аман-есен шығарылды. Жақын арада Масқат қаласынан Алматыға 314 азаматымыз бар рейс ұшып қонады. Кейін дәл осы бағыт бойынша шамамен 230 қазақстандықты қамтитын екінші топтың ұшуы жоспарланған. Осылайша Оманнан бүгін ертең елімізге 500-ден астам Қазақстан азаматы оралады деп күтеміз.